Бұрын заманда ғади әммә ғаділ бір ағайының қазиді іші болған екен. Ришвет алырға яратушы қази, ағайының өтінішін айлар бойына созған. Ағай ришвет бермеші ішінің барып шықмайшағын сезгәш, зор бір шөлмәк сатып алған. Аңа емшағық балшық тұтырып, үстіне гіне атланмай сылап қазиға барған. Майына көргәш қазиның көзлері ялтырап кеткен, һәм шундау кереклі язуларны язып, ағайыны хөрмәтләп ұзатқан. Қазы майны икенче бір сауытқа бушата башлағаш, не көзі білен көрсін, шөлмәкте ақ балшық екен бит. Аның бек ашуы келген һәм ағайыны шақырға кіші жиберген. Тегісі келгәш, әфәндім, мен язған теге язуларны бирелі, анда бір хата кеткен түзәт игәл деген. Ағай елмая төшеп, қазы әфәнді, мәшәқәтләнмәгіз. Мен ол қағазларны қорадым, анда бір недінде хата юк. Хата мен берген майлы шүлмектәдір, деген. Бір ярлық ашқана ешігінен бик тәмлі ашысы келуін сезген. Ишекке якынрак келіп, шул тәмлі исни, кісәсіндегі икмәк қатысын ашарға тұтынған. Ашхана хужасы шыққанды, тәмлі ашлысын иснеген үшін ярлыға ақша төлерге қошқан. Нәрсе үшін төлерге дейіп ғажапленген ярлы? Не ешек нәрсе үшін? Сен әлі тәмлі исні бошлайғына иснемекші боласың ма деген бай? Ярлы төлеуден баш тартқаш, ашхана хужасы оны yoqasından тұтып, ақыл есін алып барған. Менә бу әшәке нәрсә минем ашханамнан шыққан тәмлі ис белән туйынды, шуңа акча түләми дип мәсьәләне аңлаткан бай. Танышланыгыз. Хәзер мин сезнең бәхәсегезне хәл итәм дигән. Бу кешедән син күпме сорыйсың дип сораган бай. 2 сум дигән. Калагыңны якынрак китер әле. Ақыл иясе кісәсіннен 2 сумлык көмеш алып, ашхана тотушы байының қалақ түбіне кетіріп, шылтыратқанда, ақшаларны кері кісәсіне салып қойған. Шуның білән сізнің ішігіз бітті, тегізленді. Ашлысын сатушы байға ақша шылтыраған тауыш та жетіп тұрыр деген. Ақыл иясе.